Армысыздар, қалдарыңыз қалай? 19 ғасырдың соңында пайда болса да, әлі де өзектілігін жоймаған бір формула бар десем, таңғаласыздар ма? Ол формула бүгінгі таңда копирайтинг жанрының классикасы. Былайша айтқан кезде жарнамалық мәтіннің ата бабасы. Копирайтер болам деген, жалпы жарнама саласына қызыққан кез келген жан ең алдымен осы формуламен танысады. Бүгінгі таңда AIDA формуласының немересі де, шөбересі де, шөпшегі де көп. Бірақ мықты жарнамалық мәтін жазамыз десек, копирайтер боламыз десек, онда классикалық AIDA формуласымен танысуға міндеттіміз. Ендеше сөзден іске көшейік. AIDA формуласының құдіреттілігі неде? AIDA формуласы бойынша мәтінді қалай жазады? Соған назарымызды бұрайық. AIDA формуласы 1897 жылы америкалық жарнама қызметкері Elias St. Elmo AIDA моделін кең халыққа таныстырды. Бірақ ол кезде ол AIDA-ны ада деп атады. Мұндағы ада дегеніміз білім, ұсыныс және шешім. Жалпы Сент Эльмоның айтуы бойынша жарнамалық мәтін қандайды бір ақпарат беру керек, клиенттің сұранысын туғызу керек және нақты шешімді ұсынуы міндетті. Бірақ 13 жыл өткеннен кейін 1911 жылы Артур Фредерик Шелтон өзінің сату өнері кітабында AIDA моделін, AIDA формуласын былайша түсіндіреді. А деген favorable attention, яғни достық пейілде құрылған назар. I деген interest, яғни қызығушылық. D деген desire, қалау. A деген action, іс-әрекет. Және AIDA формуласына қосымша S-ті қосады. S деген permanent satisfaction, яғни ұзақ уақытқа созылатын қанағат сезімі. Қазіргі таңда біз AIDA туралы емес, ең кең таралған AIDA форматы туралы әңгімелейміз. AIDA бойынша мәтін жазу үшін сіз 4 нәрсеге баса назар аударуыңыз керек. Біріншіден A, ол жаңағы айтқандай attention, яғни назар аударатын тақырып. Осыған дейін мәтіннің тақырыбы от болуы шарт деп мен бірнеше рет айттым. От тақырып бұл AIDA моделінің бірінші әрпіне сәйкес келеді. Тақырып от болған кезде кез келген адам оған назар аударады. Сонымен қатар тақырып фильтр рөлін атқарады. Бұл дегеніміз сіз салаңызға байланысты өзіңізге қажет аудиторияны ғана мәтін арқылы шақырасыз. Мысалы, қыз келіншектермен жұмыс істесеңіз, онда тақырыпта қыз, яғни балаға қатысты, отбасылық мәселеге қатысты бір сөзді жазасыз. Бұл мәтінді ер адамдар оқымайды. Тек қана қыз келіншектер ғана оқиды. Солардың ғана назары осы мәтінге бұрылады. Тақырып қойған кезде ескеріңіз. Сіз іріктеп алғыңыз келе ме, әлде жалпы кең халыққа атағыңыз шығып, мәтініңіз арқылы өзіңізге назар аудартқыңыз келе ме? Осы сұрақтың жауабын анықтап алыңыз. Екінші мәселе ол қызығушылық тудыру. Халықтың интерест, не нәрсеге қызығатынын білу және сол қызығушылықты ояту. Тақырып арқылы біз назарымызға аударттық. Енді бұл шын мәнінде керек екенін, пайдалы екендігін, қажет екендігін дәлелдейміз. Бұл жерде өзіңіздің тауарыңызды, қызметіңізді өзге біреулермен салыстыра аласыз. Өйткені салыстыру кезінде сіз өзіңіздің қаншалықты мықты екеніңізді көрсете аласыз. Сонымен қатар жанды жерге тиесіз. Сіз оның қандай мәселе екенін біліп тұрсыз, сезіп тұрсыз, өйткені сіз аудиторияңызды білесіз ғой. Енді соны айтасыз, сенде мынандай проблема бар, сен осылай қиналып жүрсің, сен бүйтіп жүрсің, сөйтіп жүрсің деп, соның мәселесін, соның бар жан ауруын сыртқа шығарасыз, көрсетесіз, міне деп. Енді қызметіңізді тез сатып алуға, өніміңізді тез сатып алуға итермелейсіз. Бұны қалауды ескеру дейді, desire. Жалпы AIDA-дағы D әрпін екі түрлі форматтан нұсқада түсіндіреді. Біріншісінде D ол desire, қалау, екіншісінде D ол decision, шешім. Енді екеуін де қарастырайық. Desire, яғни қалау бойынша біз оның тез сатып алуға итермелейміз. Яғни біз айтамыз да, сен қазір жемпір алсаң, бонус ретінде мойын орағышты тегін береміз. Немесе акция
24 қарашаға дейін ғана бұл акция жарамды деп уақытпен шектейміз. Бұл осылай кез келген клиентті дәл қазір сатып алуға сіздің итермелеуіңіз. Екінші, шешім ретінде Аида мәтінін қалай жазуға болады? Шешім дегеніміз, сіз жаңағы қызметіңізге кепілдік бересіз. Жемпірдің сапалы екендігін 3 жыл кесе де, 3 жыл бойы кір машинаға жуса да, түтігі шықпайтындығын дәлелдейсіз. Қандай сертификаттарға иесіз, қандай лицензия бар, соны айтасыз. Клиентте міндетті түрде күмән болады. Мынау алсам шынымен де нәтиже шығамы, кесем шынымен де өзімді жақсы сезінем бе, осыны сатып алсам шынымен де өмірім өзгере ме деп ойланып күмәнданып тұрады. Сіз осы 3-ші блокта сол барлық күмәнға тойтарыс беруіңіз керек. Мынандай сұрақ туындаса, мынандай жауабым бар. Мынандай сұрақ туындаса, оған былайша жауап беремін деп, бірден сол шешімдерді ұсыныңыз. Ол осыны оқып отырып, мынау менің барлық күмәніме, барлық сұрағыма жауап беріп қойды ғой деген онда ой пайда болу керек. Енді 4-ші мәселе ол іс-әрекетке шақыру, action. Жарнамалық мәтіннің кәдімгі мәтіннен айырмашылығы неде? Мәтінді оқыған адам жай ғана ақпарат алады. Ал жарнамалық мәтіннен кейін клиент барып соны сатып алады, барып соны істейді. Яғни біздің басты мақсатымыз осы іс-әрекетке шақыру. Мысалы, курсқа тіркел, нөміріңді қалдыр, поштаңды жаз деп оған өтініш ұсыныс білдіреміз. Бұл классикалық Аида форматының, Аида формуласының 4 бағаны. Былайша айтқан кезде Аиданы біз үлкен бір зәулім сарай деп елестетсек, бұл осының 4 негізгі қабырғасы. Осы 4-еуінде ескерсеңіз, сіздің жарнамалық мәтін деген зәулім сарайыңыз берік болады, ұзақ уақыт бойы тұрады, және дауыл соқса да, жел соқса да, жаңбыр жауса да құламайды. Міне осы сіздің 4 бағаныңыз. Енді мысал келтірейін, бірақ бұл мысал ресейлік копирайтердің тапсырыс алған кезде жазған мәтіні. Ыдыс жууға орта есеппен 13 жылыңыз кетеді. Орташа статистикалық адам осыншама уақытты жұмысқа жұмсайды. Көз алдыңызға елестетіңізші. Ыдыс жуатын машина жек көретін жұмысыңызды өз атқарады. Енді 13 жылыңызды құнды, қызық дүниеге жұмсай аласыз. Ыдыс жуатын машиналардың ең үздік модельдері қалай ыдыс жуатын көру үшін дүкенімізге келіңіз. Не қараңызшы, қандай тамаша мәтін осы Аида формуласы бойынша жазылған. Енді Аида формуласының 4 бағаны осы жерде көрініс таба ма? Әрине, біріншісі ол тақырыптың от болуы, кез келген адамның назарын аударуы. Ол ыдыс жууға орта есеппен 13 жылдың кететіндігі. Бұған жалпы мұндай таңғаларлық фактіге кез келген адамның назары аударады. Бірақ сонымен қатар, әсіресе ыдыс жуатын қыз келіншектер бұған ерекше мән береді. Ол осы тақырып арқылы қыз келіншектерді өзіне шақырып тұр. Менің мәтінімді ары қарай оқыңдар деп ұсыныс тастап отыр. Орташа статистикалық адам осыншама уақытты жұмысқа жұмсайды. Көз алдыңызға елестетіңізші. Бұл жерде салыстыру бар. Бұл назарды аударғаннан кейін қызығушылықты ұстап қалу деген сөз. Үшіншісі, ыдыс жуатын машина жек көретін жұмысыңызды өзі атқарады. Енді 13 жылыңызды құнды, қызық дүниеге жұмсай аласыз дейді. Яғни бұл жерде біз 13 жылды ыдыс жууға жұмсамай-ақ, басқа нәрсеге уақытыңызды арнайсыз. Сіздің орныңызға ыдыс жуатын құрылғы техника бар екендігін айтамыз. Бәлкім соны білмей жүрген адам бар шығар. Шешімнің барын жеткіземіз. Ыдыс жуатын машиналардың ең үздік модельдері қалай ыдыс жуатын көру үшін дүкенімізге келіңіз. Бұл енді тақырыпқа қызыққан, назары ауған, өз мәселесінің шешім тапқан клиентті дүкенге шақыру. Енді өз мысалымды келтірейін. Мысалы, балбал кезет сайтым бар. Оны қалай жарнамалай алам? Мәтінді Аида формуласы бойынша қалай жаза алам? Жас бизнесмендерге тегін консультация. Біреулер бұл ақпаратты ақшаға сатып жүр, ал біз сыйға тартамыз. Балбал кезет сайты бизнес дамытуға арналған кеңестерге толы. Форус тізіміне енген адамдардың кейсі қорқынышыңыз бен күмәніңізді жояды. Бизнесменді тек бизнесмен түсінеді. Көз жеткізу үшін сайтқа кіріңіз. Бұл мәтінді мен Аида формуласына сүйене отырып жаздым. Жас бизнесмендерге тегін консультация. Кімді қызықтырмайды? Ал жас бизнесмендер деген тіркесті қолдану арқылы
Мен сайтқа тек қана кәсібі бар азаматтарды шақырып тұрмын. Біреулер бұл ақпаратты ақшаға сатып жүр, ал біз сыйға тартамыз деп назар ауған адамның, назар ауған стартапердің одан сайын қызығушылығын оятып отырмын. Ол ары қарай не болатынын білгісі келіп кетті. Сонымен қатар бұл жерде де салыстыру бар. Мен сайттағы білімді ақша ретінде ұсынып жүрген кәсіпкерлермен салыстырып отырмын. Балбал KZ сайтында бизнеске дамытуға арналған кеңестер толы деймін. Forbes тізіміне енген адамдардың кейсі қорқынышыңыз бен күмәніңізді жояды деп біріншіден қалауын туғыздым және бірден шешімін ұсындым. Өйткені кез келген бизнесті енді бастаған стартапердің қорқынышы болады, күмәні болады. Ал жетістікке жеткен миллиардер атанған адамдардың оқиғасымен таныса отырып, олардың биографиясын оқи отырып, олардың кеңестерін оқи отырып, адамда жігер оты қайтадан жанданады. Ол бұл адамның қолынан келсе, менің қолымнан неге келмейді деп ойлайды. Олардың оқиғаларымен таныса отырып, солардың жасаған қателігін қайталамауына мүмкіндік бар. Немесе солардың оқиғаларынан өзіне идея алады. Біз қалауды туғыздық, шешімді ұсындық. Енді іс-әрекетке қалай шақырдық? Бизнесменді тек бизнесмен түсінеді дедік. Сөзіміздің рас екеніне көз жеткізу үшін сайтымызға кіріңіздер деп ұсыныс білдірдік. Осының алдында AIDA формуласының бүгінгі таңда немересі, шөбересі, шөпшегі көп деп айтып қалдым. Шынымен де қазіргі таңда AIDA формуласының модификацияға ұшыранған, түрленген көптеген нұсқасы бар. Мысалы, AIDCA немесе AICDA формуласы. Сол 4 баған қалады, соған қосымша 5-ші баған келіп қосылды. Мұндағы C ол conviction, көндіру. Сонымен қатар кейбір дерек көздерде C әрпін confidence деп түсіндіреді. Confidence дегеніміз сендіру. Қалай көндіреміз? Өнімді қызметті не үшін сізден сатып алу керек? Сіздің артықшылығыңыз қандай? Соған тоқталасыз. Ал сенімді қалай туғызады? Осыған дейін қызметіңізді тұтынған клиенттердің пікірін келтіресіз. Сертификаттарыңыз болса, дипломдарыңыз бар болса, соның суретін клиенттің алдына шығарасыз. Біз осындай жетістікке жеткенбіз, біздің осындай рұқсатнама қағазымыз бар, біз осындай конкурстың жеңімпазымыз деп клиенттің сенімін туғызасыз. Балбал KZ сайтына арналған жарнамалық мәтінді енді AIDCA немесе AICDA формуласы бойынша қалай өзгертеміз? Жас бизнесмендерге тегін консультация. Біреулер бұл ақпаратты ақшаға сатып жүр, ал біз сыйға тартамыз. Балбал KZ сайты бизнес дамытуға арналған кеңестерге толы. Forbes тізіміне енген адамдардың кейсі күмәніңіз бен қорқынышыңызды жояды. Біз қазақ тілді ең үздік сайт байқауының жеңімпазымыз, стартаперміз. Бизнесменді тек бизнесмен түсінеді. Сайтқа кіріп, бұған көз жеткізіңіз. Яғни тақырып қалды, қызығушылықты тудырып отырмыз. Одан кейін қалауды ескердік, шешімді ұсындық. Енді іс әрекетке шақырмас бұрын өзіміздің сапалы мәтін жазатын, жақсы материал ұсынатын сайт екенімізді байқаудың жеңімпазы деген сөздер арқылы дәлелдейміз. Мұны сенім туғызу дейді. Сосын сайтқа кіріп бұған көз жеткізіңіз деу арқылы нақты іс әрекетке шақырамыз. Осымен AIDA формуласына арналған дәрісіміз тамам. Енді үй тапсырмасына кезек берейін. Үй тапсырмасы: AIDA формуласына сүйене отырып, жарнамалық мәтін жазып шығыңыз. Сау болыңыздар.